ризқыңыздың кең болғанын, ақшаңыздың мол болғанын, жұмысыңызда береке болғанын қаласаңыз, осы 4 әрекетті жасаңыз. Видеоны көрмес бұрын біздің арнаға тіркеліп қойыңыздар. Алда мен өте қажетті ақпараттарды сіздерге айтатын боламын. Біріншісі ол намаз оқу. Өйткені Алла Тағала қасиетті Құран кәрімнің Таха сүресінде отбасыңды намазға бұйыр, және оған өзің де берік бол. Біз сенен ризық сұрамаймыз, керісінше сені ризықтандырамыз. Ал ақырғы нәтиже ол тақуалықта деп бұйырған екен. Екіншісі Алладан кешірім сұрау, яғни истиғфар. Өйткені Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде кім Алладан кешірім сұраса, Алла Тағала оған әр қиындықта шығу жолын көрсетеді. Истиғфар жүрекке тыныштық, өмірге жеңілдік алып келеді екен. Үшіншісі садақа беру. Өйткені Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде садақа бергендердің мысалы әр масағында 100 даны бар 7 масақ секілді деген екен. Яғни адам садақа беру арқылы оның малы, мүлкі кемімейді, керісінше көбейеді екен. Төртіншісі ол Құран кәрім оқу. Өйткені Алла Тағала қасиетті Құранда расында Құран кәрім мүминдер үшін шипа әрі рақым. Құран кәрім нағыз рухтың емі екен, құрметті бауырлар. Ақпарат сізге пайдалы болса, біздің арнаға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Алдағы уақытта маңызды ақпараттардан қалып қалмас үшін. Алла баршаңыздан разы болсын.